Таң атты, тұрыңдар. Тұрдан хабар келсе, ұйқыдан маза кетеді деген. Айха-хоу. Тұрыңдар. Тұрыңдар. Ербол. Бұл не жатсы? Тұр кейін. Бол. Тұр. Тұрам. Ей, мұна тұрыңмай сен әскерге барсаң, бір қорап шырпа біткенше кейінетін тұрың бар ғой. Тұр бол. Ата, бүгін демалыс емес пе? Неге ерте оятып отырсыз? Демалысты біз спортқа арнаймыз дегенбіз. Тұр кейін. Стадионға барамыз, жүгіреміз. Бол, бауырым қазір тұрам. Не? Бауырымың не? Сізге емес пе? Түсімдегі жігітке айтып жатырмын. Сол түсіңдегі жігітке де айт. Бізбен бірге барсын, жүгіруге. Тұр. Қалай? Жүгіруге дайынсыңдар ма? Дайынбыз. Ербол қайда? Ербол! Бұл сезді. Ербол, сен мейрамханаға емес жүгіруге шықтың ғой, не киіп алғансың? Шалбар? Трикоң қайда? Трико ма? Міне. Қатырасың сен. Неге олай киіп алғансың? Ауылды сағынып кеттім. Мектепте бірінші сабақ математика, екінші сабақ дш болатын кезде осылай киініп алатын едім. Сөмкемді қалай іліп алғансың? Ішінде не бар? Ішінде ма? Ой, мен сіздерді ойлап жүрем ғой, қайда жүрсем де. Сол алып алғаныңыз? Шөлдесек ішеміз ғой. Әй, сонша шөлдейтіндей. Талдықорғанға дейін жүгірейін деп бердің. Тасталдағын. Керек жоқ. Жарайды. Өзі бар жоғы 2-3 айналым жүгіретініміз. Жақсы. Соған бала су ал. Таста. Иә. Арғын әлі ұйқыда қару болып жатқан шығар. Атақты боксшы Тайсонның айтқан сөзі бар. Қиын да болса, мен таңғы сағат 4-тен тұрып жүгіретінмін дейді. Сол кезде себебі, сол кезде қарсыластарын ұйықтап жатқанын білетін еді дейді. Ой, ата, олар деген демалыс болады, ұйықтап жатқан сияқты. Демалыс деген ұйықтау емес. Демалыс деген ол спортпен айналысып жүгіру. О, міне, нағыз демалыс осы. Полковник деген өзіңді, өзгені тәртіпке бағындыра алады. 3, 4, 1... Ай, сендер әлі ұйықтамағасыңдар ма? Жоқ. Атақты Тайсонның мынандай бір сөзі бар. Тайсонның бір сөз емес, керемет көп сөздері бар. Жалпы сен білесің бе неге? Сөз дегенде сендер, ал іс дегенде біздер келеміз. Себебі ең мықтылар сөзбен емес, іспен дәлелдейді. Сендер не, өздеріңді мықтымын деп тұрсыңдар ма? Онда алаңда кездесейік. Түсінбедім. Екі отбасы бірігіп футбол ұйымдастырайық. Сонда көреміз кімнің кім екенін. Жарайды. Онда алаңда футболда кездескенше. Бар, ек. Ал, бұл біз үшін үлкен мүмкіндік. Ертең ұтылып қалып масқара болып жүрмейік. Иә. Онда мен ағалардың бәрін шақырайын. Дұрыс айтасың. Серіктер келсін. Келінді де шақыру керек. Қақпаға тұрса да бір пайдасы тиер. Онда мен жанкүйерлер жинайын. Жүзбаевтар деп айғайлап отырсын. Форманы не істейміз? Бәріміз бірдей ақ майкамен шығамыз ба? Мен онда базарға барып, бізге бірдей әдемі футболкаларды алып келейін, иә? Иә, мен оларды көрсейін Мессиның қалай ойнайтынын. Жақсы. Ертең футбол. Бүгінгі күнді дайындыққа арнаймыз. Түсте жиналыс. Сен серіктер шақыр. Ал, футболды не істейміз? Қалай ұтамыз? Бізге ұту үшін, әке, міне, бұлай ойнау керек. Бұлай ойнайтын болсақ, біз Реал Мадридке кіріп кетпейміз ба? Ол да ойлан. Бізге негізі бір мықты құрама керек қой. Таптым.
біз әпкемізбен кездеміз шақырайық. Я, өте дұрыс. Болды. Бәрін шақыр. Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Әке, ассалаумағалейкум. Ой, балаларың келіп қалыпты ғой. Келіңдер, Ербол, қаш. тамаққа келіңдер, дастарханға жайғасыңдар. Отырыңдар. Дәл уақытында келдіңдер. Енді әскери адам баласы болғаннан кейін әкесі де қатырыз. Бүйтіп футболға бола соншама неге асықтырдыңыздар? Бұл жай ғана футбол емес, балам. Көршілермен ойнайтын футбол. Иә, осы көшенің эль классикосы қысқасын айтқанда. Әке, ертеңгі футболға менің күйеу балам Вованы неге шақырып алмаймыз? Жоқ жеңге, легионерлерге ойнауға болмайды. О, сәлематсыздар ма? Аға жеңге қош келдіңіздер. Аружан, қайдан келдің? Мен ертеңгі футболға бірдей форма алдым. Мүмкін киіп көрерміз бірге? Жүріңіздер. Қызым, мынау бір түрлі емес пе? Я мен де соны айтайын деген. Өзімді Таиландтан келген қыздар сияқты сезініп, балдар сияқты сезініп тұрмын. Қайта жақсы емес пе? Елден ерекше болып тұрамыз. Келін, Ау, әке. мынау бір түрлі емес па? Есесіне ерекше. Бұндай форма ешкімде болмайды, әке. Сосын бізді тапқыр екен деп ойлайды. О, менің сүйікті түсім. Бұл не? Бұл абзалдікі. Ертеңгі ойынға айтпақшы, Ерлан шабуылшы болады. Әке, ол қорғаушы. Мен жұмысқа кеткен кезде үйді керемет қорғайды. Ал, балапандарым, мынау ертеңгі футбол ойынымыздың жоспары. Міне мен қақпашының киімін де тауып қойдым. Апа, бірақ бұл хоккейдің формасы ғой. Маған бәрі бір ғой. Құлағанда еш жерім болмаса болды. Сен анау матрасыңды да қоса ала келмедің бе? Жығылғанда жұмсақ болады. Жарайды, әміне. Сен одан да ана жан күйерлерді ұйымдастыр. Жарай ма? Ал. Жарайды. Ерік. Иә. Мынау сен. Мынау абзалды жабасың. Жақсы. Ал енді мен профессорды жабам міне. Ол профессорды бір аяқпен де ұстасаңыз болатын шығар. Аружан, сен мына Индираны ұстайсың. Сонымен, бәріміз бір-бірден жауып алуымыз керек. Мына жек пақеткен келгенде, бұлай, содан кейін барып, бұлай, а сен бұлай. Я, содан кейін барып, бұлай жүгіріп шығуымыз керек. Әке, бұл соғыс емес қой. Қалай олар? Мына жақтан келсе, біз мына жақтан жүгіреміз. Мен үшін ол соғыс. Бұлай болсын. Лейля, Амина сенікі. Болды. Абзал, Ерік сенікі. Я. Кеу бала, Аружан сенікі. Жоқ, Аружан менікі. Үлкен баласы сенікі. Әке, қорықпаңыз. Ерікке қалай футбол ойнау керек екенін өзім көрсетем. Ал енді Айсұлу, сен ана үлкен қызын жабасың. Ал, Ербол, сен мына Маржанды жауып тұрасың. Жаппай-ақ ұстай берсем бола ма? Болмайды. Ол сенің қасыңда 90 минут бойы болады. О, 90. Бірақ өмір бақи болса екен. Маржанды өзім ұстаймын, уайымдамаңыз. Алло. Иә, не болды? Қас келем. Мынау қайда кетті? Мен түсіндіріп жатсам. Иә, не болды? Не керек? Маған ештеңе керек емес. Мен сенімен ертеңгі футбол жайлы сөйлесуге келдім. Аяқ киім берейін ба? Жиде берейін ба? Сендер ертең барлықтардың бірдей ақ майкамен шығасыңдар, Майка берейін ба? Ерік, бұл киімдерің өзіңе қажет болады. Өйткені сенде одан басқа киім жоқ қой. Қысқасы,
Ерік, ертең сен футболды ұтылу үшін ойнайсың. Әйтпесе, мен сенің ата-аналарыңа, сенің жұмыстан шығып кеткенің жайлы айтып берем. Сол үшін ертеңге дайын бол. Ал мен кеттім. Ерек, Иә, Абзал не істеп жүр? Жай ма? Не дейді? жай кеді сұрады. Сен не дедің? Әкеңе айтып көрмедің бе? Кеді ойлап табатын шығар дедім. Жарайсың. Бізге енді жақсылап ойнау ғана қалды. Түсінікті ма? Аке, жақсы жаңалығым бар. Әй, сен бүйтіп құлай беретін болсаң, ертең қалай ойнайсың? Әке, мен ойнайым ғой. Бірақ ертең Ерік ойнамайтын болды. Ол қалай сонда? Менің мықты ойнайтынымды естіп, ол ойнағысы келмей қалды. Ертең Ерікті жоқ деп елестете берсеңіздер болады. Елестетуін елестетеміз ғой. Бірақ ол ертең елес сияқты жоқ болып кетпесін. Мен 3 саусағымды көтерген кезде, Ерік, сен алға қаратай жүгіресің. Ал 4 саусағымды көтергенде, Ербол, сен көмекке келесің. Ал 2 саусағымды көтергенде, Әмина, сен жан күйерлермен бірге айғай көтересің. Серік, сен артта қаласың. Ербол, түсінікті ме? Иә. Ал 5 саусағымды көтерген кезде, бәріміз алға қаратай жүгіреміз. Жасаңдар. 1, 2. 1, 2. Қытайдың бір философы неғұрлым көп 2 жаттығу жасасаң, соғұрлым көп жасайсың деген. Қатты айтқан екен. Біраз ойланып шығарған сияқты мына сөзді. Көп сөзді ғой. Осыдан кейін бильярд ойнап жатқанбыз. Мен түсінбедім. Бағанда ғана шахмат ойнап дайындалдық. Енді бильярд. Бұлардың футболға не қатысы бар? Көп сөзді ғой деймін. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Тағы да бір ғалым айтқан екен. Өздері дымыс демесе де айта береді екен. Көрдіңдер ме? Ана күйеу балалар қалай? Шапшаң қимылдайды. Ербол, күйеу баласын сен жабасың. Ата, мен Маржанды жабамын деп келіскен сияқты едік қой. Енді күйеу баласын жабасың. Қап, негізі Маржанды жақсы жабатын едім. Жақсы. Серік, күйеу баласын сен жабасың. Ес, тезет футбол басталса екен. Тамаққа келіңіздер, отырыңыздар. Былай болсын. 15 минут тамақ ішеміз, содан кейін жатамыз. Ертең үлкен ойын күтіп тұр. Жүріңдер. Ал мен нағыз футболшылар жедім, өте дәмді ас пісірдім. Жақсы, бәрің жатыңдар. Ертең ерте тұрамыз. Жатыңдар. Қош бол, Месси Жұлдызбаев.
Ал, Жұлдызбаевтар, қырандарым. Бұл ойын біз үшін өте маңызды. Жеңілу деген еш қайсысың ойларыңа кіріп шықпасын. Біз мықтымыз. Мықтымыз. Әй, Ербол, мынауың не? Туфлимен қайтып ойнамақшысың. Ой, ата, бұл деген қайта рахат. Қазір көресіз, мен деген бұрыштама добын көтерген кезде қалай қатты көтеретінімді. Ауылда бәріміз осылай ойнаймыз. Әй, сен 90 минутқа ауылды ұмыта тұр. Бұл деген қала. Әмина, сен аусымда екенсің. Шаршағандарды, аяғына ауыртып алғандардың орнына ауыстырасың. Ұқтың ма? Жақсы, жақсы. Ал, қалай? Әй, Әмина, мынау арқаңдағы не? Футболда 4 қатарлы сан болушы мен. Бұл екеуміздің танысқан күніміз ғой. Вай, сен. Футболда соны еске салмай-ақ қоюға да болатын еді ғой. Сонымен, қырандарым, біз бүгін ана немістер сияқты ойнауымыз керек. Қалай сонда? Ол бұлай. Күтпеген жерден шабуылға шығуымыз керек. Күлмейміз. Я, және де біз ұту үшін гол салуымыз керек. Қалай? Қолмен, баспен? Баспен. Аяқпен де болады. Ол дегеніміз не? Ол дегеніміз мына доп торға кіру керек. Түсінікті ма? Ерекше боламыз дегені қайда? Ал, бұндай форма ешкімде жоқ. Ерекше болады дегенің қайда? Бұлай болмайды. Мына жидені бір команда кию керек. Біз кимейміз. Осы формамен жүріміз. Кисе қарсыластар кисін. Неге біз киюіміз керек? Біз де кимейміз. Осылай ерекше болып ойнаймыз. Ал ендеше бүгін онда жақсы ойын болайын деп тұр. Бірақ енді бір-бірлеріңізбен пас бергенде қазір өз командаларыңыз танымай қалып жүрмеңіздер. Кім көзімізге фашист болып көрінеді? Демек сол танымалыптар. Шатаспаймыз. Не? Кім фашист? Ал енді өздеріңізге қалайын қал солай жасаңыздар. Бір-бірлеріңізбен қол алсыңыздар. Мынау неге береді допты, а? Жұмысыма несі басқа, қайт. Әй, ойнаңдар жөнді. Алға, Серік, алға. Серік, сен не, аяғың қисық па не? Тұтаңдар. Айыплықтер. Пенальти. Әкең жұмысы жүргеніңді білмесін десең, жайлап ойна футбол.
не істедің? Көке! Бұл не масқара? Тіптен ұят. 5-те 0. Бақандай 5-те 0. Ұяттан жерге кіріп кете жаздадым. Ербол, сен не? Өмірі футбол ойнамаған адам сияқты. Кімге пас беруді де білмейсің ғой сен. Ана танымалықтың қызына неге пас бересің? Тактика қайда? Тактика. Келе. Ақырысы сен соққан гол керемет болды. Сен де кереметсің я. Сен де я. Жалпы біз бүгін оларға футболды қалай ойнау керек екенін үйреттік. Қараңдарым, мен сендермен мақтанам. Әке, мен олардың солай ойнайтын білген кезде сіздер шақырмай өзім ақ тас алған жағдайдан баспен Қатты ашуланбашы. Қан қысымың көтеріліп кетеді. Қалай ашуланбайсың, әмин? Еріктің түрі анау. Жүгіре де алмайды, салбырап. Құрсын сөз. Сенген қойым, сендер болсаңдар, күйсегендеріңе болайын. Мен сіздерге бар шындықты айтайын. Мен ешқандай бастық емеспін. Тіпті жұмысым да жоқ. Ақша да алмаймын. Осы уақытқа дейін сіздерді алдап келдім. Соны уайымдап ойнай алмай жатырмын. Балам, оны неге жасырдың? Біз үшін маңызды ақша емес. Біз үшін маңызды абырой. Барлығын ұмытып, бар күш жігерімізді, абыройымызды сақтау үшін, отбасымыздың абыройын сақтау үшін соған арнайық. Ойнайық жақсылап. Ал балам, сені уайымдама. Қандай жағдай болмасын, бір-бірімізге қолдау көрсетуге дайынбыз. Мен оларға Мессидің қалай ойнайтынын көрсетейін. Кеттік. Алға! Көрсетейік оларға. Көрсетейік. Маржан, сен маған ренжіме, бірақ мен жанұям кинодан артық. Түсінбедім. Сен кешегі смс-ге жауап беріп жатқан ба? СМС? Қандай сөз? Жеңеше, не істеп тұрсыз? Ағаң телефон іздеп жүрген ғой, сен көрген жоқсың ба? Жоқ, көрмедім. Ербол, ерке бер, ерке. Бәрекелді. Апар. Алда. Серік, алға шық. Дұрыс па сенің? Әкең жұмысы жүргенін біліп болмасын. Онсыз да әкем барлығын біледі. Мен шындықты айтып болған. Енді сен мені қорқыта алмайсың. Ойын бұлай жалғаса беретін болса жеңіске жетпейміз. Жапсайшы ана ерікті. Мен артымнан шықты ғой, енді өздерің шықпайсыңдар ма жапқан кезде? Барлығын бір адамға жабылып жүрсің. Біз бүгін өте жақсы ойнаған сияқтымыз. Сіздер қалай ойлайсыздар? Біз де жақсы ойнадық. Әсіресе Әминаның баспен соққан голын Роналданың өзі де соға алмайтын шығар. Айтпақшы, Ерік, сен бағана маған жұмыстан шығып кеттім дедің ба, мен дұрыс түсінбей қалдым. Әке, өтірік айттың.
жай сіздерді біраз қанаттандырайын дегенім ғой. Айтпақшы, Маржан көрінбейді ғой. Біздің Маржан ертеңгі сабаққа дайындалам деп үйге кетті. Ал сіздердің Ерболдарыңыз қайда? Ербол емтиханға дайындалам деп ертерек кетіп қалды. Сен жаным бер жақын келші, өзіңе ғашықпын, қолыңды берші. Тек сені сүйдім сенші, талпына асықтым бағыма енші. Бері қарап айт, іштегі сырыңды айт, сүйкімді сұлу бейнеңе жаным сансыз лайк. Ұнатасың ба сен де мені жаным, тек шыныңды айт. Жүрекпен сені қалады.